Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қозықұйрық деп аталатын печенье жасайтын боламыз. Бұл печеньенің жасалу жолы оңай, және формасы да ерекше, қозықұйрық сияқты. Олай болса, алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, шым-шым тұз және қант ұнтағын салып, миксермен араластырамыз. Миксерді тоқтатып, үстіне разрыхлитель, крахмал және ұнды салып, қолмен жақсылап илейміз. Печеньенің қамыры осындай жұмсақ болады. Пергамент қағазы төселген противенге әрқайсысын шамамен 25 граммнан алып, домалақтап тізіп шығамыз. Енді бөтелкенің ауызын какаоға матырып, печеньенің үстінен басамыз. Әр печеньеге басқан сайын бөтелкені какаоға матырып отырамыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 15-18 минуттай қызарғанша пісіреміз. Печеньеміз дайын. Арасы жақсы піскен. Дәмі керемет және күтірлеп тұр. Жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.